екінші альтернатива, екінші таңдау ол honors thesis деп аталады, немесе диплом. Ол не? Бұл өте қызықты жағдай. Саған сұрақ қояды, ғалым болғың келе ме? PhD-ға өткің келе ме? Магистратураға өткің келе ме? Сен я дейсің, я? Тогда проблема жоқ, сен диссертация жазуың керек. Яғни сен өз еркіңмен диссертация жазу туралы таңдау жасап тұрсың. Біздегідей сені заставить етіп қойған жоқ 80 бет жазуға. Сен өзің таңдап тұрсың, я? Значит, сенде мотивация бар, сен өз темаңды таңдайсың, соответственно, сен уже бөлек уровеньға өтесің. Жақсы, магистратураға өттік делік. Онда да таңдау бар. Онда да екі таңдау бар екен. Тот Masters деген бар. Яғни онда сен универде боласың, лекция тыңдайсың, сабақтар өтсесің, тест тапсырасың деген сияқты. Екінші таңдау Research Masters деген бар. Ол не? Онда сен магистратура басталғаннан бастап, яғни басынан бастап, сен диссертация жазасың. Сен ғылыммен айналысасың, зерттеулер жүргізесің. Мысалы, 2 жыл оқысаң, 2 жыл тек қана диссертация жазасың. Көріпсіздер ғой, достар. Бәрімізді SMM-шікті де, ядершікті де, мұғалімді де бір етікке тік қойып отқан жоқ. Каждый адамға әрбіріне бір таңдау беріп тұр. Қайда қозғалғың келеді, қалай жүргің келеді деген сияқты. Бұл жерден уже өздеріңіз белгілі бір итог жасай берулеріңізге болады. Осы салыстырулардан кейінгі мен өзімнің ойымды айтып кетейін. Біздің Қазақстанның системасында, жаңа универ системасында 3 үлкен проблема бар осыған қатысты. Бірінші проблема one size fits all деп атады. Өзімнің ағылшын тілі мұғалім екенін көрсетіп кетейін. Яғни бәрін бір етікке тығу. SMM-шікті де, ядершікті де, мұғалімді де, тағы. Яғни 80 беттік бәрі диссертация немесе дипломдық жұмыс жазу керек. Біткенде портфолиода ештеңе жоқ, тек қана бір қағаздан басқа. Соответственно, ол еще 5 минуттан кейін ұмытып кетеді вообще зат тапсырған. Сондықтан жақсы бір проект жасаудың орнына біздерге, яғни осы 80 беттік жұмысты жасатқызып қояды. Екінші проблема, біздер формаға көп көңіл бөлуіміз деп ойлаймын. Яғни оформленияға көп көңіл бөлеміз, нежели ішінде не бар, ол маңызды ма, ол бір өзгерістер алып келе ма, оған ешкім көңіл бөлмейді. Лишь бы сен антиплагиаттан өтуің керек, госстандартқа сәйкес болуың керек, пайдаланған әдебиеттерде осындай бірдеңелер болу керек деген сияқты. Как будто біздің бір системада фобия бар сияқты да, ойбай мына біреуден көшіріп бітті қырғын жойғын деген сияқты.